Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін мен сіздермен фонотека деген бөлімді таныстыратын боламын. Қысқа ғана таныстыру видеосы, яғни бұл жерде біздерге қандай мүмкіндіктер ашылған. Біздер YouTube-қа видео жүктейтін болсақ, біздер музыка іздеп сорып аламыз. Яғни егер сіз видеоңызды өзіңіз монтаждап, өзіңіз жасайтын болсаңыз, білуіңіз керек, видеоға музыканы іздеу бір ұзақ процесс болады. Яғни мен өзім кейде 1 сағат, 2 сағат, 1 минуттық роликке музыка іздеп кететін болам. Яғни ол музыкаларды қайдан іздеймін? Әртүрлі сайттан іздеймін, аннан іздеймін, мыннан іздеймін, Google-ға терем деген сияқты. Ал ең соңында сол бір жақтан алып видеомызды салатын болсақ, авторлық құқыққа байланысты жаңағыдай нарушение келіп тұрады. Енді осыны реттеу үшін, яғни осындай жағдайларды алдын алу үшін біздерге арнайы фонотека деген бөлім бар. Фонотека деген бөлімде YouTube-тың миллион видео музыкалары бар. Яғни ол жерде тек қана музыкадан бөлек дыбыстар, шатыр-шұқыр бір нәрселер, айту дыбыстардың барлық түрлері бар. Оны қалай іздеу керек, қазір мен сіздерге көрсететін боламын. Ол үшін біздер Творческая студия YouTube-қа кіреміз. Сіздер білесіздер қалай көру керектігін. Одан кейін фонотека деген бөлімге өтеміз. Фонотека деген бөлім. Бұл жерден көріп отырсаңыздар, біздерге бесплатная музыка деген бөлім шығып тұр. Мінекей, және де звуковые эффекты деген бөлім тұр. Яғни бұл жерде қарап отырсақ, бесплатная музыкада біздерге тек қана музыкалар шығарып береді. Көріп отырсыздар ма? Барлық музыкалар. А звуковые эффекты дейтін болсақ, онда бізге тек қана дыбыстық эффекттер. Ол жерде нелер бар? Ол жерде желдің сыңыры, есіктің сықыры деген сияқты әртүрлі нәрселер бар. Мысалға біреуін басып көрейік. Бір машинаның несі моторщигі ме? Көріп отырсыздар, банкіге салынып жатқан теңге. Түсініп отырсыздар ғой, Міне звуковые эффекты дегенді осы жақтан алып, видеоларға жаңағыдай қосып, кәдімгідей бір эффект бере аласыздар. Оны іздеу үшін мысалға, бұл жерде неше түрлі видео эффекттер бар, дауыстық. Оны іздеу үшін мысалы категорияға кіресіз, сосын бұл жерден таңдайсыз. Сізге не керек? Қандай видео жасап жатырсыз? Мысалға, қағаздардың дыбысы керек болатын болса, офис дегенге кіреміз. Көріп отырсыздар ма? Сосын офистің дауысы шығады бізге. Пернетақта. Көріп отырсыздар ма? Мінекей қағаздармен бір нәрсе жасап отыр, әйтеуір. Осындай музыкаларды өзіңіздің жанрыңызға қатысты, өзіңіздің бір не керек, соның барлығын жасай аласыздар. Удары дейді, ужасы, фоновый музыкалар, звуктар әртүрлі бар. Енді бұл жерге поискке де жазсаңыздар болады. Мысалға бұл жерден іздеп те табуға болады. Енді іздеп көп нәрсе таба алмайсыз. Жаңағы жанр бойынша іздеген дұрыс. Мысалға іздейтін болсақ, стол жайында іздейтін болсақ, біздер ағылшынша жазамыз. Table, білесіздер, стол екен. Көріп отырсыздар, тек қана бірақ звук шығарып тұр. Оның өзі жарай ма? Көресіздер ме? Оның өзі жарамауы мүмкін. Сондықтан лучше офис дегенге кіріп, мысалға ары қарай өзіңізге керектілерін теріп алсаңыздар болады. Бесплатная музыка өтейік. Осы жерде самай қызығы, яғни осы жерде сіздер қажетті музыкаларыңызды тауып алуларыңыз мүмкін. Мұнда миллион музыка бар, білмеймін санын. Мысалға қосып қарайық. 17 минуттық музыка екен. Міне кәдімгі мистика сияқты басталып отқан сияқты басталып жатыр. Кәдімгідей бір табиғаттың видеосына келетін сияқты көрінеді. Немесе бір таң атып атқан, мотивациялық сөздерді айтып жатқан мысалға. Астына қосып жіберуге болады. Креативке байланысты. Көріп отырсыздар ма? Енді бұл жерден қарап отырсыздар, әртүрлі ұзақтықтағы музыкалар тұр. Көріп отырсыздар ма? Олардың мысалға сізге 1 минутқа дейінгі қысқа роликтер керек болатын болса, длительность деген кнопканы басып, мысалға 30 секунд пен 1 минуттың арасындағы роликтер керек десеңіз, осы жерде сізге көріп отырсыздар 1 минутқа дейінгі роликтер шығарып береді. Мысалға Gold Rush дейді.
Керемет музыка, көп жерден естіген шығарсыздар. Енді бұл жерде сол музыканың астында өзінің шарты жазылған. Осы композиция дейді, монетизацияға рұқсат етілген. Бірақ та дейді, описанияға, роликтің описаниясына мына тексті көшіріп жазуға ұмытып кетпеңіз дейді. Яғни мен сіздерге айттым ғой, авторлық құқықты сақтау үшін авторды указать ету керек, белгілеу керек, сілтеме жасау керек. Сол сілтемені сіздерге арнайы жасап қойған. Яғни сіздер осы жерден көшіріп алып, жаңағы музыканы қоятын болсаңыздар, өйстіп көшіріп аласыздағына. Қазір мына бөлім композиция дегеннен басталатын бөлімін алып, мысалға бит, елки-палки. Мына екеуін көшіріп алып, үш жолды көшіріп алып, копировать етіп, жаңағы өзіңіздің описанияңызға жазып қоясыз. Болды. Келесі музыканы тыңдап көрейік, мысалға. Ол жерде де тап сондай. Көріп отырсыздар. Енді бұл жерден тек қана уақытқа қатысты емес, уақытқа қатысты неше түрлі нелер бар, уақытқа қатысты. Мысалға, көбіне мен музыканы іздеген кезде жанрға, настроениеге қатысты іздеймін. Уақытын алып тастаймын. Кез келген уақыттағысы болады, арасынан өйткені қиып аламын ғой мен. Жанрға қатысты іздейтін болсақ, мысалға мен көбіне country folk деген нені таңдаймын, инстаграмға видеоларды астына музыка қою үшін. Яғни бұл жерде кішкене динамичный музыкалар шығады. Немесе сіз өзіңіздің видеоңызға қатысты балаларға арналған видео түсіретін болсаңыз, для детей, для праздников, кішкене уже веселый музыкалар, классика болатын болса, уже оркестрмен, ансамбльмен ойналатын музыкалар, поп, білесіздер, поп музыкалар, регги, рок, уже хип-хоп, R&B деген сияқты кете береді. Мысалға мен country folk таңдайын, самый өзіме ұнайтын бір жанрдың түрі. Одан кейін мына музыканы тыңдайық. Көріп отырсаңыздар, видео с этой композицией можно монетизировать. Яғни бұны сала берсеңіздер болады, бірақ жаңағыдай жазбай-ақ қойсаңыз да болады. Түсінесіз бе астына? Яғни авторын. Тоже более кішкене веселый музыка. Айтпақшы мына жерде веселый деп тұр, настроениесі. Келесіге өтейік, мысалы, оптимистичный настроениемен қандай музыка бар екен. Көріп отырсыздар, мінекей осы музыкаларды сіз қолдана аласыздар. Жиі естіп жүрген музыка болуы мүмкін. Осы музыкаларды сіздер өздеріңіз қолдана аласыздар. Оны қалай қолдану керек? Міне ең шетінде көріп тұрсыздар, скачать деген кнопка тұр. Бір кнопканы міне бүйтіп басып қалатын болсаң, жүктеліп қалады сразу. Түсінесіздер ме? Енді осылай сіздер қолдана аласыздар. Екінші қатар бұл жерде категория бойынша настроение деген бар. Настроение мысалға сіздер бір мрачный, жаңағыдай, мрачный деп тұр. Немесе көңілді музыка керек болса, көңілді, оптимистичный, приподнятый деген настроение бар. Романтический өтейік мысалға. Көбіне классикалық музыкалар келеді бұл жерде. Country folktан бар екен. Country folktан романтический музыкаларды іздейік мысалға. Более кішкене андай романтикаға келеді. Сол сияқты осылай сіз өзіңіздің қалаған жанры, қалаған настроениеға қатысты музыкаларды іздей аласыздар. Тіпті инструмент бар. Маған бас керек болады, мысалға барабан, дауысы керек болатын болса, видеоның астына осы жерден іздейміз. Ударный, мысалға, труба, электрогитара, мысалға. Шыңылдаған дауыс керек болатын болса, соны іздейсіз. Көресіздер ма? Длительность білесіздер. Указание авторства. Мысалға бұл жерде авторлық құқығы бар немесе жоқтарын қойып қойған. Мысалға не требует авторства деп қоятын болсақ, көреміз. Бұл жерден барлығы музыкалардың барлығы любойын таңдай салайық. Мысалға авторлық құқық требует етпейді. Мінекей. Дәл осылай сіздер өзіңіздің қалаған музыкаларыңызды іздей аласыздар. Электрогитарадан классический музыка жоқ екен, любые инструменты деген кнопканы басайық, және де бізге шығарып беріп отыр осынша музыканы. Көресіздер ме? Мысалға, классический музыкадан біреуін тыңдап жіберейік. Көресіздер ме? Классикалық музыкалардың түрі бар.
Енді осы жердегі музыкаларды өзіңіз жүктеп, видеоға, монтажға салып қолдансаңыздар болады. Шарттары жазу керек болатын болса, өздері шығарып береді. Яғни YouTube сіздерге барлық жағдайды жасап қойған. Сондықтан музыканы қайдан іздеуді білесіздер. Енді басқа да музыка іздейтін сайттардан, YouTube каналдардан басыңызды ауыртпай, өзіңіздің қалаған жанрдағы, қалаған настроениеге қатысты музыкаларыңызды осы жерден іздеп тапсаңыз болады. Сау саламатта болыңыздар, келесі видеода кездескенше.